қорытынды сабақ сатылай кешенді оқыту технологиясының нақты нәтижесі. Қазақ әдебиетін оқытуда қолданылған әдіс оқушылардың дербестігін, өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттырды. Әдемі сөйлейді екен. Кейбір қазақ мектепте оқып жүрген балаларды көріп жүрмін мен. Жөн сөйлей алмайды, әйтеуір аты қазақ мектебінде оқып жүр деген. Мына балалар олай емес. Менің ауылымның балалары сияқты, біздің бала кезіміздегі балалар сияқты, менің көңілім бүгін көтеріліп қалды мына кішкентай балаларымды көріп. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы 9 сыныпта оқытылады. Материал күрделі әрі ұзақ. Оны меңгеру балаға да оңай емес. Сол үшін де ұстаз жеңілден ауырға оқыту жүйесін таңдап оқытты. Бүгінгі сабаққа бізге автор Несіпбек Айтұлы өзі келіп қатысты. Өзінің шығармасы Бәйтерек поэмасының жалпы білім беретін орта мектепте қалай оқылып жатқандығына көзі жетті. Оқушыларға өзіндік пікірін білдірді. Оқушылардың сұрақтарына кеңінен жауап берді. Нәтиже сабақтың осындай жоғары деңгейде шыққанына, оқушылардың білім мазмұнын меңгергендігіне мен өте қуандым. Алдағы уақытта да осы жоба жалғасын табады деген ойдамын. Жалпы поэманы сыныппен отырып талдау өте қызық болды. Поэманы толық түсіндім деп ойлаймын. Автормен кездесуге ойым бұл өте қызық сабақ болады деп ойладым, себебі бұндай ұлы ақындармен кездесу өте қызық. Қорытынды сабақтың басты ерекшелігі оқушылардың өткізуі. Мұндай тәсіл тәлімгердің ашылуына, ойларын еркін жеткізіп, білімдерін көрсетуіне мүмкіндік береді. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады, және автормен жеке кездескен ол кітаптан оқығаннан басқаша көрінеді. Өйткені ол автордың өзінің аузынан естисің, ол қалай болғаны, ол поэманы жазу жолында қандай неден шабыт алғаны туралы білдім. Сценарий бойынша жұмыс істеген болатым, және біздің мұғаліміміз бізге айтты, ол бүгінгі сабақ сендер өту керексіңдер, себебі біз балалардың ойында өзіне жауапкершілікті бойына түсіндіруіміз керек. Және автор мен бала арасындағы қарым-қатынас ол бірінші кезекте болу керек, себебі автор ол шығарманікі. Шығарма осы оқушы, осы оқырмандарға арналған болғандықтан, осы балалар жүргізген дұрыс деп айтты бізге. Біз бұл сабақта өз-өзімізбен басқаруды, өзіміздің ойымызды толық жеткізуді білдік. Осы сабақта біз ақынмен кездесіп, ол кісінің сұхбатына өзімізді ақынға көрсете білдік деп ойлаймын. Айта кеткен жөн, аталмыш сыныпқа алдыңғы мұғалімдері қазақ әдебиетіне қызығушылығы төмен деген баға берген. Ақманат Ибрайқызы тілге шорқақ деген оқушының өзін сөйлетіп, қабілетін аша білді. Мұғалім жетістігін сатылай кешенді оқыту технологиясын қолданудың арқасы дейді. Түсіруге негізгі себеп болған профессор сабағы жобасы болатын. Мен әрине бұл профессор сабағы жобасына өзім қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұл жобаның негізгі мақсаты да онлайн кезінде білім алған оқушылардың білімін қайта қалпына келтіру болатын. Қазақ әдебиеті қазақ халқының бейнесі. Оны оқу арқылы ұлттың менталитетін ұғынасың. Баланың бойына ұлттық құндылықты жастайынан әдебиет арқылы сіңірген абзал. Мектептерде қалай екенін білмеймін. Жалпы әдебиетті насихаттау менің көңілімнен шықпайды. Әдебиет тек қана әдебиетшілер насихаттамау керек. Әдебиетті бүкіл халыққа жеткізу керек. Ол үшін мұны билік тарапынан, үкімет тарапынан үлкен қамқорлықтар керек. Қазір халық сусап отыр соған. Кітаптарында тираж аз, 2000 данамен шығады, кітап кімге жетеді ол? Ал енді мұна қазір телефон, мұна әлеуметтік желілер арқылы кішкене халықпен байланысқан болып отырмыз. Бұл да тарлық етеді ғой. Бұл үлкен шығармалар, бір өлең болмаса, ән болмаса, үлкен шығармаларды мұна телефоннан оқу мүмкін емес. Оқушының кітапқа деген сүйіспеншілігі алдымен отбасында, сосын мектепте қалыптасады. Күрделі кітапты сатылай кешенді технологиясы негізінде оқыту материалдың қабылдануын жеңілдетеді.